Бұқаралық ақпарат қызметтері негізінен халыққа қамаудан қашқындарды мәлімдеуге тырысады, өйткені олар өзгелерге қауіп төндіреді. Алайда, кейбір жануарлардан қорқуға тұрарлық, себебі олардың кейбірі тіпті адамдардан да бетер қауіпті. Бұл видеода біз сіздерге қамаудан құтылған қауіпті 10 жануар жайлы айтамыз. Сіздермен бірге iTop каналы. Видеоға лайк қойып жазылуды ұмытпаңыздар. Нөмір 10. 1965 жылы Голди есімді бүркіт Лондон қаласындағы Реджент зообағынан қашып шығады. 12 күндік бостандық кезінде қыран құс ұлттық сенсацияға айналды. Шамамен 1000 адамнан құралған тобыр қыран құсты ұстауға ниеттенген бақылаушыларды, полицияны, өрт сөндірушілерді және BBC тілшілерін тамашалау үшін жиналған еді. Теңіз флотына да хабар берілген. Голдиді бас бақылаушы орынбасары жіпке байланған өлі қоянмен алдап қолға түсірді. Ол жайлап құсқа жақындады да жалаң қолымен ұстап алды. Бостандықта жүрген кезінде құс Британиядағы Америка өкілінің бағындағы үйрегін жеп қойған. Екі терьерге шабуылдаған. Ол иттерді бақылаушы топ мүшелері қорғап қалды. Нөмір 9. Такин. 2018 жылы мамыр айында Роуд-Айленд хайуанаттар бағының 360 килограммдық Такин қашып шықты. Жануарлар зообақ ашылғанға дейін таңда ертемен қашып шыққан. Оқиғаның орын алуына себеп ұяқ рәсімінің жүргізілуі. Жануар қорғанысы күшейтілген есікке бірнеше соққы беріп, соңында тіренішімен жұлып сәтті қашып шыққан. Жыртқыш аң 1 сағаттай ұстатпай жүрген. Ақыр аяғы жануарды транквилизатор қолданып ұстаған. Ұсақ жарақат алған 2 қызметкер оқиға орнында емделген. Нөмір 8. Питон. Көп жағдайда тұтқыннан шығудың жолын табатын жануарлар оларды қайта ұстар алдында аса қатты зиян келтірмейді. Өкінішке орай 2013 жылы Канадада зоо дүкеннен африкандық питонның қашып шығуы жоғарыда аталған жағдайға жатпайды. 4 метрлік жылан 5 және 7 жасар бауырларды шағып алған. Ол жерге желдету жүйесі арқылы кірген. Олар Кемпбелтондағы мұхит рептилиялары дүкенінің үстінде орналасқан досының пәтерінде ұйықтап жатқан болатын. Савойя мырза, яғни досының әкесі және дүкеннің иесі балалардың денесін келесі күні таңда барып көрген. Оның ұлы басқа бөлмеде ұйықтап, соның арқасында аман қалған. Нөмір 7. Полтраун. Полтраундар қашып шығу күтілетін аңдар қатарына жатпайды. Олардың үлкендігі және жер бетінде ақырын қозғалуы олардың көзге түспей қашып шығуын қиындатады. 2017 жылдың басында солтүстік Таиландта селден кейін кемінде 10 полтраун зообақтан шығып қашқан. Билік басындағылар халықты терең суларда абай болуларын ескертті. Полтраундарды іздеп табу іс-шаралары су деңгейі өзгеру салдарынан сәтсіз аяқталды. Нөмір 6. Қасқыр. 2018 жылы қаңтарда Торок есімді қасқыр қоршауы желден зақымдалғаннан кейін қасқырларды қорғау қорынан қашып шыққан. Торок 6 сағаттан кейін кері ұсталған болатын. Полицияның хабарлауы бойынша қасқыр жолдың жанында ұсталғанға дейін 13 шақырым жүрген. Тороктың ізіне түскен аңдарды ұстаудың маманы қасқыр жолға жүгірген жағдайда қару қолданатындығын хабарлады. Осыған ұқсас бір жағдайда 2017 жылы Котсволд бағынан қасқыр қашып шыққан кезде барлығы бұлай сәтті болмаған. Қызметкерлер Эмбер есімді қасқырды транквилизатор қолдануға тырысқанымен қасқыр шекарадан асып, адам көп жолға жақындады. Бақ қызметкерлері өздерінің қасқырды өлтіру таңдауын соңғы жоюшы құрал ретінде сипаттады. Сол жылы біраз уақыт бұрын Эмбер 5 қасқырдың бөлтірігін дүниеге әкелген. Олар бақтың 47 жылдық тарихында алғашқы қасқырларға айналды. Эмбердің өлімі көп сынға ілікті. Алайда Котсволд бағы келушілер мен қоғамның қауіпсіздігін сақтаудың басқа жолы жоқтығын айтып түсіндірді.
Нөмір 5. Горилла. Кумбука есімді горилланың 2016 жылы Лондонның бағынан ашық тұрған қоршаудың есігінен қашып шыққан. Зообақ кейін орын алған жайттар туралы ақпарат беруден бас тартты. Бірақ олардың айтуы бойынша қоршаудан шыққан горилла еш нәрсе сындырмаған және ешқандай күш жұмсамаған. Кумбука ұсталып, корпусқа 1 сағаттың ішінде жеткізілді. Горилла қашып шыққан кезде ешкім зардап шекпеді. Нөмір 4. Піл. Ешкім де қаланың қақ ортасында тұрып, таңертең оянған кезде терезенің сыртынан пілді көремін деп күтпейді. Бірақ 2017 жылдың жазында Висконсин, Барабудағы цирк көршілерімен болған дәл сол оқиға. Келли есімді 4000 килограммдық Азия пілі цирктен қашып шығып, жақын жердегі шалғайдан шөп жеуге барған. Оның қыдырып жүргенін көрген көршілер бірден айғайлап шыңғыра бастаған. Келлидің шығуына пілді кері қайтару үшін нұсқаушының Келли деп атын атап шақырудың өзі жеткілікті болды. Келлиді кері қайтару көп уақытты алған жоқ, бірақ қайтар жолда ол бірнеше өсімдікті бүлдіріп кетті. Нөмір 3. Аю. 2017 жылы Тепс есімді аю Германияда Оснабруктегі зообақтан қашып шыққан. Тепс капучино аю болатын. Ата-аналары қоңыр аю мен ақ аю. Жануар торындағы тесіктен шыққан. Нәтижесінде қызметкерлер келушілердің қорғау мақсатында маймылдардың торына кіргізген. Андреас Бюзман, зообақ басшысы, қызметкерлер келушілердің тез арада қорғау мақсатында солай әрекет етті деп мәлімдеді. Осылайша ұжым мүшелері полиция келгенге дейін аюды атып өлтірді. Нөмір 2. Жолбарыс. Кез келген тез қозғалатын ірі жыртқыш қауіп төндіреді, ал жолбарыс соның айқын дәлелі. Мысалы 2015 жылдың жазында Грузияда Тбилисиде болған сел жүздеген жыртқыш аңдардың торынан босап шығуына себеп болды. 43 жасар ер адам тамағынан жолбарыстан жарақат алып, ауруханаға жете алмай көз жұмған. Тағы бір жолбарыс босап шығатын оқиға 2007 жылы Сан-Франциско зообағында орын алған. Жолбарыс келушілердің үшеуіне зақым келтіріп, олардың бірі мерт болған. Полицияның болжамы бойынша, жолбарыс шабуылдаған адамдар жануарды заландырған болуы мүмкін. Зерттеушілер жолбарыстың қоршауының ішінен аяқ киімнің бір сыңары мен қан тапқан. Бұл жануардың қашып шығуына көмек болған болуы мүмкін. Ені 4-6 метрлік орды жануар өздігімен бір секіру арқылы ешкімнің көмегінсіз өте алмайтын еді. Алайда, қоршау ішінде салбырап тұрған аяқ бір секірісті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Нөмір 1. Арыстан. Қаншалықты қиын немесе қауіпті екеніне қарамастан, адамдар күнделікті тірлігіне үйренуге дағдыланған. Бірақ кейде пайғамбаздықтың жоғалуы өлімге де әкелуі мүмкін, әсіресе қауіпті жануарлардың қасында. 2015 жылы Қытайдағы зообақта тор ішінде тазалық жасап жатқан кезінде 65 жастағы ер адам джунгли патшасына арқасын беріп тұрады. Арыстан да адамның иығы мен мойнынан тістейтін мүмкіндікті жіберіп алмайды. Кейін ол алған жарақаттарынан қайтыс болады. Босап шыққаннан кейін арыстан бақ ішінде 1 сағаттан астам уақыт бойы ақырып жүрген. Артынан жауапты тұлғалар мен арнайы күштер де тартылған. Полиция қызметкерлері келушілердің қауіпсіздігі мақсатында арыстанды өлтірді. Орын алған оқиға Қытайдың барлық бұқаралық ақпарат құралдары және ғаламтор форумдарында кеңінен таралды. Ол жерде зообақтың арыстанды өлтіруі қызу талқыланды. Officials decide to tranquilize the big cats. The zoo's chief vet aims his dart gun. Then he fires. But 2 of the other shooters miss their marks. Fearful, Chen's running out of time before a fatal attack. They resort to the fire hose. And it's up to the men with the blowguns to bring the cats down. Right here, a dart from a blowgun hits the big male. He runs out of sight, right into his cage. But the female is still a threat. Suddenly, she makes a move that frightens everyone. She charges right at Chen. But the high-pressure fire hose scares her off. Finally, cops see an opportunity. They beg Chen to come out. It's a tense negotiation, but Chen heeds their pleas. And he limps toward the service entrance and safety.
Ау! Таста қалып қаққанда төмен қарай тастамай атам ғой барып. Hei! Hida! Hida! Hay mene жағында жоқ қой. Еді ода жоқ десең алайын андағы жүменен арайла басып түзіп алады. Ау!